Осы жақында әйтеуір Аллаға шүкір не керек, пәтер алдым. Осы Астана қаласынан. Ол кезде біз енді әдемі жұмыстан берді. Қазірде мемлекеттік тұрғын үй жаңағыдай керемет бір бағдарлама бар екен. Қолжетімді баспана деген. Бір досым алды жақында. Соның үйіне бардым. Қалай атын керемет тапқан деймін да? Қолжетімді баспана деп. Үйіне кірдім. Шынымен де қабырғасында қолың жетеді бар ғой. Мына жақ қабырға қолың жетеді, төбеге қолың жетеді, төбеге қолың жетеді, керемет қол жетімді. Коридорында жүрсең, былай қолың жетіп жүреді, күшті рахат бейті. Қолың жетеді, қолың жетпейтін жер жоқ, бәріне қолың жетеді бейті. Әйелі рахат, асханада отырады, кухняда жаңағы. Тұрмайды, бір орында, бәріне қол жетеді бейті. Шкаптың ішінен ала салатын, жерде плитте тұрған шайды бейті құя салады, өзі жаңағы, бәріне қол жетіп отырады. Столдың сүртіп, балконға қол жетеді, жаңа ашып береді, жаңаған жерді төгіп тастайды. Рахат бәріне қол жетеді, шаршамайды, күшті деймді. Одан кейін тағы бір досымның үйіне бардым, ол қол жетпейтін баспанада тұрады екен. Көптеген халықтың қол жетпейтін баспанада тұрады. Үйіне барып едім, шынымен де қолың жетпейді ғой кәдімгі. Кіресің деп қабырға таппайсың, жүре бересің бетті. Қолың жетпейді бар ғой кәдімгі, қолың жетпейді, былай жүресің, қолың жетпейді. Баспалдақпен шықсан да төбесіне қолың жетпейді бар ғой. Сосын маған айтты, келіп атсың, бір-екі күн демалып кетті деді маған. Үйдің ішінде демалып, суға түсіп кетті дейді. Санузелге барып, душқа түсіп ал дейді. Енді душ қой енді, санузел деген. Кірдім, ойбай-ой, ана санузелдің квадрат метр менің үйімнен үлкен кәдімгі. Суға түсіп алдым жақсы етіп, ваннадан шықтым өтіп. Орамал сүртіну үшін орамалға кәдімгі жүресің бұлай кәдімгі. Жеткенше күйіп қаласың кәдімгі. Неге барғанын ұмытып қаласың да. Ырымын жасап сүрте саласың да, шашыңды кептіру үшін фенға барасың, бұлай жүресің фенға. Бір санузелдің ішінде. Мына жерден барып шашың кептіріп аласың, айнаға қарасаң, ана жаққа жүресің. Не деген деймін да бүйтіп. Шаршайды ғой, неге қиналып жүрген білмеймін бір ғой. Бізде мына қол жетімді баспанада рахат қой. Душ 1 метрге де жетпейді, 60 сантиметр мынандай. Қасында дәретхана тұрады, ол 50 сантиметр. Дәретханаға қалай кіресің? Есікті ашасың, бүйтіп артыңмен бірінші направление істеп аласың да, сосын былай артыңмен кіресің да сразу. Өйткені кіргеннен кейін бұрыла алмай қаласың. Душқа бірден кіріп бармайсың. Бірінші қолыңды кіргізесің. Суын ағызып, температурасын тексеріп аласың. Нормальный болғаннан кейін не істейсің? Басыңды кіргізесің бірінші. Басыңды кіргізіп сулап аласың. Сосын шампуньмен жуып аласың. Сосын душқа түсу үшін бірден қолыңды басыңа қойып кіресің. Өйткені былай кірсең көтере алмай қаласың ішінде. Былай кіресің де, бүйтіп кіресің, сразу басың жуып жібересің. Сабын да керемет қол жетім жерде тұрады. Басыңды алып жуып жібереді, сабын түсіп кетпесе екен деп тұрасың камбар. Өйткені сабын түсіп кетсе қайтадан шығу керек болады ішінен. Сабынды аласың, қайтадан ішіне кіресің. Бұл қол жетімді баспана. Менің айтып отырғаным жай ғана енді әзіл болсын, енді тұрмыстық жағдай ғой. Ең бастысы ағайын, егемендікке қолымыз жетті. Ең бастысы осындай Астанаға қолымыз жетті. Астанамыз бар, еліміз бар, әл талай нәрсеге қолымыз жете берсін.